Ассалаумағалейкум, менің есімім Құрбан болады, жасым 24-те. Тендерлер курс орталығын 2020 жылы оқығанмын. Жалпы тендермен 2019 жылдан бастап хабарым бар. Карантин кезінде, жұмыссыз жүрген кезде бір нәрсе істеу керек болды. Сол кезде бірінші Арслан Мырзаның курсы шықты Инстаграмнан. Келіп, Арслан Мырзадан офлайн курс оқыған болатынбыз. Достарыммен келіп оқыдым. 2020-ның август айынан бастап курс оқыдық. Курс оқу барысында бірнеше тендер ұттым. Пайдасы болмады деуге де болады ол кезде бірақ. Жалпы тендерді 2019 жылдан бастап хабарым бар. Өйткені Инстаграмнан барлық жерден сол кезде тендер туралы ақпараттар көп шығатын еді. Сөйтіп менде қызығушылық пайда болып, өзім ютубтан қарап үйреніп, өзіме ИП ашып, тендерге қатысып көрдім. И бір тендерді ұтып, жауып та көрдім. Одан кейінгі ұтқан тендерім огнетушитель ұтқан болатын. Оны бірақ қалай жабу керек екенін білмедім. Бірінші тендер ұтқан кезде сол заказчиктердің өздері маған жабуды көмектескен болатын. Ал екіншісін жабатын кезде менде актты қалай жабу, счет фактура, накладной қалай істеу керек екенін білмегендіктен ипім черныйға кетті сол кезде. Содан кейін бір 4-5 ай десек болады, вообще тендерге желанием де болған жоқ, қарамадым да. Сөйтіп жұмыссыз жүрдім 4-5 айдай. Карантин басталды, 2020 жылы Шымкентке қайттым Алматыдан. Сөйтіп сол кезде Инстаграмнан Арслан Мырзаның курсын көріп қалдым. Сөйтіп келіп офлайн форматта Арслан Мырзаның курсын өттім. Бір айдай оқыдым. Курс барысында ұтқан тендерларым болды, нәтижелі. Сол курсқа салған ақшамды, мысалы, сол кезде мен тендер ұтып ақтап алдым, сразу. Одан кейін менде өзімді тендермен айналысуға ақша болмағандықтан, тоже 1-2 ай застой болды менде. Одан кейін услугаға кіріп бастадым. Сол бірінші ұтқан услугам питание ұтқан болатын. Жетісай қаласында РОВД-ға питание ұттым. 3 ай, соңғы 4-ші кварталын ұттым. Содан тендерға деген мен желанием ашылды деуге болады. Қазіргі күнге дейін тендермен айналысып, қазіргі таңда уже өзімнің командам бар. Командада өзімнен бөлек 5 жігіт жұмыс істейміз. Әркімнің өзінің саласы бар деуге болады. Біз қазір таңда мектеп, больница, колледж, университеттерге Түркістан облысы бойынша турникет қоямыз. Турникет, тағы да басқа услугалар, видеокамера бар, пожарный сигнализация. Осы салада қазір жұмыс жасап жатырмыз. Осы тендердің арқасында маған тендер көп деген мүмкіншіліктер алып берді. 2022 жылы мысалы менде 2 фирмам бар, 2 фирмада оборот 180 миллион болды. 180 миллионнан таза пайда где-то 40 миллиондай. Осы тендердің арқасында мен өзімді еркін сезініп үйрендім. Ешкімге тәуелді емессің, өзіңе өзің бастықсың. Қалаған уақытта жұмыс жасайсың, өзіңе график қоясың. Қыдырғың келген жерге қыдырасың, шыққың келген жерге шығасың дегенде. Мысалы 2022 жылы біз командамызбен 2 елге саяхаттадық, Турцияға и Таиланд еліне. Одан бөлекте тендердің маған берген пайдасы өте көп. Айта беретін болсақ, әке-шешеме көмектестім деуге болады. Жан-жағымдағы достарымды өзімнің қасыма тартып, қазір бір командада жұмыс істейміз.